күйеуімнің мені сабап жүргеніне көніп жүрсем де, күйеуім сөйтсем менің көзіме шөп салып жүр екен. Оның барлығын білу маған оңайға соққан жоқ. Барлығы жайлы сіздерге айтып берейін, қыз-келіншектер, сіздерге де сабақ болсын, біреудің таяғын жеп жүре бермеңіздер деп кейіпкер өз оқиғасын баяндап бастайды. Сіздермен өмірден алынған арнасы. Өмірде болған тек қана шынайы оқиғаларды ғана жариялаймыз. Көпшіліктеріңізге сабақ болсын деген мақсатта ашылған арна, біреудің тағдырынан сабақ алып, өздеріңізге соны ақыл қылып бір кеңес етіп түйіп алыңыздар. Ендеше оқиғамызды жалғастырайық. Осы әңгімемді жұртшылыққа жарияламас бұрын көп ойландым. Өзімнің аузыма сыймаған нәрсе, өзімнің тісіме сыймаған нәрсе біреудің ішіне сыймасы анық. Оны мен ешкімге, туыстарыма да, туғандарыма да бөлісіп айта алмаймын. Себебі досқа күлкі, дұшпанға таба болам ба деп те ойладым. Осының барлығына осы кезге дейін көндігіп келгенімнің себебі де сол, және де әке-шешемнің маған берген темірдей тәрбиесі. Қайтып келген қыз жаман, барған жерінді көгертіп көктегір, байы сол жердің отымен кіріп күлімен шық, не де болса сол үйден өлігің шықсын деп бізде солай тәрбиелеген. Өтірік айтпай қояйын, мен оңтүстік Қазақстанның ауылды жерінен болғанмын, сол жерде туылғанмын. Сондықтан да мен үшін отбасымның, әулетімнің атақ абыройы бірінші орында болған. Сондықтан да мен осы жайлы, осы менің тағдырым жайлы, менің отбасылық өмірім жайлы осы күнге дейін тіс жармай жүргенімнің себебі де сол болатын. Сондықтан да егер де сіздердің кішкентай қыздарыңыз болса, барынша еркелетіп, дұрыстап тәрбиелеп, біреу үшін тәрбиелеп емес, біреудің отбасына бару үшін емес, сен жинап үйрен, сен сол үйге барғаннан кейін сол мысалы күйеуге шығасың, ертең кім істейді ол шаруаны деп тәрбиелемей, дұрысынан тәрбиелеңіздер деп айтқым келеді. Осы менің әңгімемнен сондай ой түйесіздер деген ойдамын. Ендеше әңгімемді жалғастырайын. Мен күйеуімнен 8 жасқа кішімін. Күйеуім өзін 27 жасында, ал мен 19 жасымызда екеуміз отау құрдық. Екеуміз де қарапайым отбасынан шыққанбыз. 1,5 айға жуық па, әлде одан аз ба, екеуміз сөйлесіп жүрдік. 1 айдан кейін мен оқып жүрген кездерде мені оқуымнан шыққан уақытымды біліп, мені алып қашып кетеді. Ол кезде біз сөйлесіп жүрдік, менің оған тұрмысқа шығам деген ниетімде болған жоқ. Әрине енді ұнамаса сөйлеспес едің деп айтуларыңыз мүмкін, бірақ енді қыз болғаннан кейін жаман нәрсе бүлдірмесең болды, сөйлесіп көруге мүмкіндігіміз бар деп ойлайтын едік қой, өтірік емес. Сөйтіп жүрген кезде ұлды болдық. Күйеуімнің мінезі өте ауыр болды, қатал болды. Мен одан кәдімгідей сыйлайтын емес, кәдімгідей қорқатын едім да, қорқып сыйлайтын едім. Сөйлесуге даже қорқатынмын. Кейін бір ұл тудым, ұл туғаннан кейін мені ұрып бастады. Негізі ұлым кәдімгі 9 айында туылды. Екеуміз үйленгеннен кейін мен 4 айдан кейін құрсақ көтеріп, 4 айдан кейін құрсақ көтеріп, сол ұлымды босандым. Енді ол біреудің баласы деп айтуға да келмейді, мысалға. Енді руының себебін іздедім да мен осы күнге дейін жан-жақты. Мені жұмысқа шығарған жоқ. Сөйтіп өзім қалай екенін білмеймін, 2-ші баламды көтеріп қойдым, оны тудым. Ол ұлым мини-центрге барғанша мен тіпті даусымды да шығармайтындығым, жаңа айтып отырмын ғой, ата-анамның бұл тәрбиесі, дұрыс тәрбие ма, бұрыс тәрбие ма, енді өздеріңіз біліп отқан шығарсыздар. Таяқ жеп жүре бердім. Мені жұмысқа шығарған жоқ. Бір күні ол тіпті өзінің жұмысынан келмей қалды. Таңғы 3, 4, 5 кезі ма, қазір нақты есімде жоқ. Мені біреу кәдімгідей оятқандай болды. Құлағыма бірдеңе деп сыбырлап, тұр деп айтқандай болды да, мен бірден атқып тұрдым. Күйеуім жоқ, қасымда қарасам. Телефонмен оған қоңырау шалдым. Ол алған жоқ телефонды, көтерген жоқ та. Одан кейін үйдегі телефонмен оның телефонына шықтым. Сөйтіп ол басып тастаймын деген болса керек, бірақ ол керісінше телефонды алып қойды. Сөйтіп
5 минуттай ма, оған аудан аз ба, әйтеуір мен оның не істеп жатқанын естіп тұрдым. Ойлаңыздаршы, таңғы 4-5 кезі ғой, 3-4 кезі ма екен, сол уақытта, есі дұрыс адамның ұйықтайтын уақытында. Не істеп жатқан барлығын естідім. Сол күні, яғни таңертең обед кезінде ол келді үйге. Келгеннен кейін мен шыдамай бірден ішімдегімді айтып тастадым. Не естігенімді барлығын айтып айқайға бастым. Жыладым, еңіредім, күрсіндім, өкіндім. Ол мені тағы да аяусыз ұрып тастады. Тағы да таяққа жықты. Жылай-жылай менің көзімнен татыфо жас шықпай қалды. Сол кезде күйім жұмыспен басқа қалаға ауысып кетеді. Мен үйде бала шағамның қасында, енді олар тастап кетпеймін деп, өзіміз тұрған қаламызда қалдық. Күйім апталап, айлап, тіпті хабарласпай кететінді шығарды. Анда-санда жай былайынша жазып қояды да, бірақ менің жағдайыммен мүлдем қызықтырмайды менің жағдайым оған. Әрине біреуді тауып алғанын білдім. Өзімді жегідей жедім. Жастық шағымды осы адамға қиып, мен қалай болған күйге шықтым деп. Сөйтіп, жаңа жыл болатын болды. Сөйтіп, күйеуім келді үйге. Ұйықтап жатқан кезде мен оның телефонын қопардым. Оның тұрақты бірге тұратын қызы бар екен. Екеуінің жасқандарын, сөйлескендерін бәрін көрдім. Оған звондап, бәрін айтып бердім. Ішімдегіні күйеуіме де ашынып айтпаған сөзім қалған жоқ. Жаңағы звондадым деген күйеуімнің любовницасына звондап бәрін айттым. Бірақ сонда да мені күйеуім сол кезде ременмен кәдімгідей бытшытым шығарып көк ала торайдай қылып тастады. Мен сонда да кеткен жоқпын. Ата-анамның тәрбиесі ма, әлде өзімнің дұрыс еместігімнен ба, иә? Себебі үйіме барсам қайта келген қыз жаман. Ондай атаққа қалғым келген жоқ. Ата-анамның басқа ағайын туыстарының алдында бастарын төмен түсіріп, мынаның қызы қайтып келді деген сөзге қалмасын деп, қазір күшімді көрсетіп қалуға тырысамын. Бірге тұрып жатқанымызға бірнеше жыл болды, иә, бірақ кейде менің шыдамым бітіп қалады. Не істерімді білмеймін. Кетейін десем, жаңағы кетпе деген ішімден бір сөз бар. Кетейін, барлығын осымен тоқтатайын десем, енді бала шағам әкесіз қалай өседі деп те ойлаймын. Бірақ әрине біз қазір дамыған замандамыз, зайырлы, демократиялы, әр адам өзінің ойын айта алатын, ашық айтылатын заманда болсақ та, біз қалада тұрсақ та, күйеуім мені әлі де соққыға жығады. Сіздер қалай ойлайсыздар? Мен ол үйдің берекесін келтіріп отырған, ыстық тамағын, суық тамағын бәрін дайындап отырған, үйін тап-таза қылып ұстап, жұртқа өзімді бақытты әйел, бақытты ана ретінде көрсетіп жүрген әйелмін. Ешкім менің күйеуімді солай әйелге қол көтереді, нашар еркек деп ойламайды, жүріс деп те ойламайды ешкім. Бірақ күйеуім әлгі қызымен айырылысып кетіпті, бірақ басқа қыз тауып алғанын көрдім. Енді оған қоңырау шалып, өз абыройымды түсірудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Бірақ ары қарай не істерімді мен білмеймін. Қыз-келіншектер сондай бастарынан осындай менімен тағдырлас қыздар болса, немесе маған ақыл кеңес айтатын психолог, әйел адамдар болса, ер адамдар болса, мен мысалы жүріп жүрген адам емеспін. Күйеуіме қыздай тұрмысқа шықтым. Сіздердің ақыл кеңестеріңізді комментарийге қалдырып кетулеріңізді сұраймын деп кейіпкер оқиғасын аяқтайды. Сіздермен болған өмірден алынған арнасы. Қазақша арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарийге ақыл кеңестеріңізді қалдырып кетіңіздер. Келесі оқиғаға дейін сау болыңыздар. Егер сіздің де басыңызда осындай немесе осыған ұқсас оқиғалар болып жатса, комментарийге жазып кетсеңіздер болады.